мәдениетті жалпы қалыптастыру бірінші орынға идеология ретінде жүру керек қой. Жалпы көшедегі жаңағы әртүрлі нәрсені лақтыру, мусорды мысалы қоқыстарды лақтыру, немесе жаңағындай басқа да істер көп мәселелерді байқаймыз. Бұл жаңағы діни адам немесе діни емес адамға қатысты емес. Енді бұны ажырату дегенде былай, діннің өзінің бұйрықтары мен тыйымдары бар. Дін адамы негізі көбіне сол бұйрықтар мен тыйымдардың шеңберінде жүреді. Бұл мораль ретінде жақсы нәрсе. Сол сияқты кейбір үйдегі тәрбиесі немесе бір жаңағындай бір әулеттің өзінің бір ұстанатын бір нелер болады, моральдары дейікші де, ол да жақсы. Өйткені тыйым бір адамға сондай бір нәрселер болмаса, хаос болып кетеді былайша айтқанда. Иә. Сондықтан жалпы енді ойды түйіп айтсақ, ең әуелгісі жалпы халықты, ұлтты тәрбиелеу үшін кезіндегі алаштықтардың идеологиясы бар ғой, үлкен жоспары бар. Жаңағы Ыбырай атамыздың жаңағы несі бар, не деген, мұсылмандық кітап, жаңағы Шариғатул Ислам деген кітабы бар. Шәкәрімнің мұсылмандық кітабы бар. Абай атамыздың кітабы Тастих деген кітабы бар. Қара сөздері бар. Міне осыларды ұрпақтарға, жастарға сіңірсек, осы нәрселерді үйретсек, жаңағыдай ақындарымыздың өлеңдерін жаттатсақ, жырларын жаттатсақ, ол іші сондай құндылыққа толған адам, жаңағы мәдениетсіздікке де бармайды, басқа ағымдардың бір идеологиясы да оған қызық болмайды, немесе әртүрлі қылмыстардан да сақталады. Себебі іші сондай құндылыққа толған адам, ол рухани бай адам да. Ал руханияты төмен адам, руханияты аш адам, ол әртүрлі осындай бір қызылды жасылды бір уақытша дүниелерге қызығушылығы басым болып тұрады.